Сәлем достар, сіздермен осындай сметанниктің рецептімен бөлсем, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Бұл сметанник пирог өте дәмді, әрі жұмсақ, бәріне ұнайтынына сөзсіз кепілдік беремін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бір жұмыртқаны жарып, оған қантты қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сосын еріген сары майды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Мен ондай алдын ала електен өткізіп алдым. Онға қосқышты қосып, қасықпен араластырып, жұмыртқалы массамызға қосып, қамыр жасайтын боламыз. Алдымен аз-аздан салып, венчикпен араластырамыз, сосын ары қарай қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай қамыр шықты. Енді қамырымызды салфанға салып 5-10 минутқа қалдырамыз. Оға дейін біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа 1 стақан қантты қосып, оған 3 жұмыртқаны қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Ал енді формамызға қамырымызды жайып, оны жайғастырамыз. Әдемі етіп, шет-шетін қойып шығамыз. Міне біздің формамызға қамырымызды жайғастырып алдық. Үстін басып бір текстетеміз. Сосын ішіне жаңағы сметанникті салмамызды саламыз. Сосын қызып тұрған пеште 160 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің сметанникті пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығатынына 100% кепілдік беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Астарыңыз дәмді болсын.